Қасқыр мен қаншық. Екі қасқыр, арлан мен қаншық әңгімелесіп отырады. Сенің тіршілігің қиын дейді қаншық арланға. Неге деп оған арлан қасқыр таңқала қарайды. Өмір бойы бұта-бұтаға тығылып, адамдардан жасырынып жүресің, деп арлан қасқыр мыңқ етеді. Сен де адамдардан тығылып жүресің ғой? Жоқ, мен қайда жүргім келсе, сонда жүремін. Мені ешкім көрмейді. Айтасың-ау, қаншығым, деп бұған қасқыр келсе қоймайды. Сені қалай көрсіп қалса, мені де солай көреді. Арлан қасқыр басын шайқап қояды. Олай болса, мұны тексерейік. Мен бұтаның арасына тығылып жатамын. Сен алаңқайға шық, көреміз. Сонда адамдар сені байқар ма екен, байқамас па екен. Жарайды, көрсек көрейік, деп қаншық қасқыр келіседі. Қасқыр бұта арасында жасырынып жатады. Қаншық қасқыр ашық далалыққа шығады. Алыста егіншілер жер жыртып жүр екен. Қаншықты көрген бойда бәрі бірден. Қасқыр, бәлемді жаппай айқай шулай бастап береді. Бұта арасында жатқан арлан қасқыр адамның даусын естіп, қорыққаннан орманға қарай қаша жөнеледі. Қашып келе жатып, далалыққа шыққан қаншық қасқыр ғой. Оған ештеңе де болған жоқ. Ал бұтаның арасында жатқан мені көріп қойды, деп ойлайды. Оны қаншық қасқыр қуып жетеді. Қалай екен? Олар қаншық қасқыр, яғни қаншық деп айқайлады ма? Қасқыр деп сенің атыңды айтты ғой. Сонда алқына дем алып отырған арлан қасқыр: сені айтқаны рас екен. Өзім көзіме көрмеген соң сенбеп едім, депті.